Сәлеметсізбе, құрметті көрермендер, сіздермен Олжа KZ. Қазір мен сіздерге Майнкрафтта қалай жазу керегін көрсетейін. Не? Маған не көресің? Қасындағы досым, оған мән бермеңіздер. Сөйлей береді. Енді сөйлей береді. Құлаған жоқ. Енді мына бүйтіп жазамыз. Біз Майнкрафттың Бүйтіп мына жерден ру деп жазамыз. Тоқтап бүйтіп жаза берейікші, кесіңіздер енді. Скачат, қайсынан таңдаймыз? Скачат Майнкрафт 1.5.2-ден таңдайын енді. Маған күшті болуы 1.5.2. Міне басамыз. Осыған кіреміз енді. Осындай шығады. Скачат Майнкрафт V0.0.0.2 шығады. Мына жерден түсінбей жатырсыздар ма? түсінбей жатсаңыздар. Түсінбей жатсаңыздар, айып етпеңіздер, енді мен ойым сондай. Суреттерін қарайық, суреттер осындай. Қазір жазылам екен. Жазылды. Мен басамыз. Қашығат. Ла Лиганы түсіріп тұрған жоқсыздар. Сосын мынаны басамыз. Шыққаннан соң бүйтіп жазылады. Мынаны баспаңыздар. Тек мынаны басамыз. Ешқайсысын баспаңыздар. Жаман болып кетеді ойын. Мынаны басамыз. Сосын готовы шығады. Сосын кіреміз. Жазылып болды ма? Ядай. Енді мұны ойын білмеймін енді. Ол бізге ақша екен. Енді осылай шығады. Жүгіре алмайдық. Қазір кішкене күте тұрайық деген ойдамыз. Енді міне басталды. Міне осыған кіреміз. Енді аккаунт жазамыз. Аккаунтсыз мынау ойналынбайды. Өзімнің аккаунтым бар, жеке аккаунтым. Міне енді бастаймыз. Кешіріңіздер, тағы айып етпеңіздер. Міне енді паролімді ұмытып қалдым. Бүйтіп ойнап көрейік аккаунтсыз. Аккаунтсыз ойнап көрейік. Аккаунтсыз ойналам екен. Кешіріңіздер, енді бұл ойналынбайды. Өздерінің аккаунттарыңыз болса ашып аласыздар. Бұл видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.